Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен Рая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге папа сметанник пирогының рецептімен бөлісемін. Бұл пирогта қанша жесеңіз де артық салмақ қоспайсыз, өйткені қамыры цельнозерновый ұннан жасалады және қантсыз жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен қамырын дайындау үшін ерітілген сары май қажет болады. Сары май 82%-дан төмен болмауы қажет. Енді бөлме температурасындағы сүт құямыз және цельнозерновый ұнымызды саламыз, және тәтті болу үшін біраз қасық табиғи бал қосамыз. Қыздар, міндетті түрде табиғи бал қосыңыздар, дүкеннің балын қоспаңыздар. Және жұмсақ болып пісу үшін разрыхлитель қосамыз да жақсылап қасықпен немесе қолымызбен қамыр илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды енді оқтаумен жайып аламыз. Қамыр жабысып қалмас үшін осылай екі жағынан пергамент төсеп алып жайған дұрыс. Қыздар, қамырды оқтаумен жаймай-ақ формаға бірден қолымызбен жайғастырып шығуға да болады. Мінекей, қамырымызды жайып алып осылай формаға салып аламыз, әдемілеп жайғастырып аламыз біркелкі етіп. Одан кейін осылай оқтаумен үстінен басып аламыз, артық жерлерін қолымызбен алып тастаймыз. Мінеге цельнозерновый ұннан қантсыз жасалған песочный қамыр дайын болады. Кез келген папа пирогтардың астына кете береді. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 300 грамм қаймақ қажет болады және 3 жұмыртқа саламыз. Енді тәтті болу үшін сахар заменитель немесе бал салсаңыздар болады. Енді жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мінеке, осындай масса шығады. Енді жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне дайын болған массамызды салып аламыз. Ал енді 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Мінеке, осылай көтеріліп жұмсақ болып пісіп шығады. Қыздар, міндетті түрде жақсылап суытып алып 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қалдырып қойып кесеміз. Әйтпесем салмасы ағып кетуі мүмкін. Ыстықта кесетін болсақ, осылай суытып алып формасынан ажыратып кесіп ұсынатын боламыз. Мінеке, қараңыздар қыздар, кәдімгі классикалық сметанник пирогынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте тәтті болып шығады. Фантазияларыңызға байланысты әртүрлі етіп әсемдесеңіздер де болады. Тек салмақ тастап арықтап жүрген жандар ғана емес, қант диабеті бар жандарға да тұтынуға болады. Өйткені қанның құрамындағы қант деңгейін көтермейді. Міндетті түрде менің рецептімен осы пайдалы пирогты жасап отбасыларыңызға ұсыныңыздар. Менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.